Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшаңызды тек үй алу, тіс жөндеуден бөлек инвестицияға салуға да болады. Бүгінгі видеода зейнетақы қорындағы ақшаны жеке компанияға аударып, көбірек табыс табу мүмкіндігіне қатысты сұрақтарға жауап береміз. Бұл Жусан Инвест, лайк басып каналға жазылыңыз, ал біз бастаймыз. Зейнетақы жинағының бір бөлігін жеке компанияларға беру қашан басталды? 23 жылдың ақпан айындағы көрсеткіштерге назар аударатын болсақ, Қазақстанда қазір 2.292.000 зейнеткер бар. Орташа жалпы зейнетақы 120.659 теңгені құрайды. Оның ішіндегі бірлескен зейнетақы мөлшері 82.878 теңге. Базалық зейнетақы 37.781 теңгеге тең. Ұзақ еңбек жолынан кейін адамдар жақсы демалып, ақшадан қысылмай еркін өмір сүру үшін не істеу керек? Зейнетақы қорындағы ақшаның бір бөлігін инвестицияға салу арқылы кәрілікті жақсы табыспен қарсы алуға болады. 21 жылдың қаңтарынан бастап азаматтарға зейнетақы жинақтарының бір бөлігін басқарушы компаниялардың инвестициялық басқаруына беру үшін пайдалану құқығын беретін заңнамалық нормалар күшіне енді. Қалай аударады? Алдымен БЖЗқ сайтындағы жеке кабинетке кіресіз. Кабинетке қаражат аударуға болатын инвестициялық компаниялар тізімін табуға болады. Сол жерден Жусан Инвест компаниясын таңдайсыз. Әрі қарай Жусан Инвест бекіткен стратегиямен танысуды бастайсыз. Өтініш түскеннен бастап 30 күн ішінде БЖЗқ активтерді Қазақстан Республикасы ұлттық банк сенімді басқаруынан Жусан Инвест сенімді басқаруына береді. Ал ол рәсім жүзеге асырылғаннан кейін 5 жұмыс күн ішінде барлығы сәтті өткені туралы SMS хабарлама келеді. Зейнетақы активтерін қалай басқарады? Жусан Инвест компаниясы сіздің ақшаңызды басқаруға үлкен жауапкершілікпен қарайды. Валюталар бойынша 50-50 бөледі. Мысалы, сіз 1 миллион теңге аударсаңыз, оның тең жартысы долларға, қалған жартысы теңгеге бөлінеді. Сіздің қаражаттың 50% шетелдік бағалы қағаздарға инвестициялайды. Сіздің ақшаңызды аударған соң оны үнемі бақылап отыруға мүмкіндік бар. Яғни барлығы ашық әрі түсінікті. Кез келген уақытта менің инвестициям қалай жүріп жатыр деген сұрақпен зейнетақы қорындағы жеке кабинетке кіріп, инвестиция табыстың көшірмесін алып, бәрін тексере алады. Ақшаны қайда салмаймыз? Осыған дейін Қазақстан экономикасында дефолт болған секторларға, Жусан Инвест пен үлестес компанияларға инвестицияламаймыз. Сондай-ақ сіздің ақшаңызды қор нарығында көп жылдық тәжірибесі бар білікті мамандар басқарады. Қалай инвестициялаймыз? Зейнетақы активтері валюталар, портфель тәуекелі, елдер, индустриялар және активтер класы бойынша теңдестірілген түрде инвестицияланады. Зейнетақы активтерін басқарудың басты мақсаты Қазақстан Республикасының азаматтарының жинағын зейнет жасына дейін сақтау және көбейту. Зейнетақы активтері портфелінің қорғаныс бөлігі Қазақстан Республикасының тәуекелсіз активтерінен тұрады. Зейнетақы активтерін теңгенің құнсыздануынан қорғау үшін инвестициялық портфельдің 50% шетелдік валютада орналастырылады. Жусан Инвест активтерді басқарғаны үшін қанша комиссия алады? Жусан Инвест сіздің зейнетақы қорынан аударған ақшаңыздан ешқандай комиссия алмайды. Тек инвестициядан түскен табыстан 5% ғана алады. Мерзімі аяқталған кезде қаражатты қайтарып алу туралы өтініш жазылмаса, ақша Жусан Инвест басқаруында қала береді. Егер өтініш жазылса, онда толықтай БЖЗқ құрамына қайтарылады. Ақшаны инвестициялық компания басқаруына беру артықшылықтары. Зейнет жасына жеткенде көбірек ақшамен зейнетке шығу мүмкіндігі бар. Қор нарығы ұзақ мерзімді перспективада көбінесе өсетінін ескерсек, сіздің басқаларға қарағанда жақсы жағдайда зейнетке шығу мүмкіндігіңіз жоғары болуы мүмкін. Жусан Инвест компаниясында зейнетақы активтері бойынша көзделген инвестициялық табыс 13% құрайды. Компания басқаруындағы зейнетақы активтерінің таза құны 4 миллиард 236,36 миллион теңгеге тең. Болашақта зейнетке шыққанда жақсы табыс табу үшін мына амалдарды жасаңыз. Жұмысты Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес ресми келісім шарт аясында жұмыс істеңіз. Сол кезде зейнетақы қорына үнемі жарна түсіп отырады. Айлық табысыңыздың 10%-ын инвестициялап отыруды әдетке айналдырыңыз. Аз-аздап жинаған ақшада төтенше жағдай туындаса, әрқашанда сізге көмек болуы мүмкін. Ал инвестиция қаражатты инфляциядан қорғап, жиналған ақшаны арттырады. Жусан Инвесттің Harmony секілді ИПК арқылы 100 теңгеден бастап инвестициялауға болады.
Зейнетақы жинағының бір бөлігін Жусайинвест басқаруына аудару, Жусайинвесттегі кәсіби мамандардан құралған команда түрлі секторлар, салалар, елдер, валюталар және тәуекел деңгейін ескеріп жан-жақты қамтылған инвест-портфель құрайды. Қаражатыңды түрлі активтер класы бойынша бөліп, оны түрлі қаржылай шығын қауіптерін азайтып, табысын арттырады. Зейнет жасына жеткенде ақшамен бірге инвестиция әкелген табысты да аласың. Достар, осымен бүгінгі тәмам. Төмендегі сілтемеге өтіп, Жусайинвестте шот ашып, зейнетақы қорындағы қаражатты инвестицияға салу бойынша басқа да сұрақтарға жауап таба аласыз. Лайк басып, каналға жазылыңыз және комментке сұрақтар қойыңыз. Біз қуана жауап беруге әзірміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.